Сәулесі суда дірілде, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілде. Өзімнің адамдық құрметімді таба алдым, өзімнің адамдық қасиетіммен және еркіммен өмір сүріп жатырмын. Мысалы, өте еркін. Осы жердің халқы қалай болса, бізде солай. Бұл жерде мен өзімнің адамдық құрметіммен өмір сүріп жатырмын. Көрінбей жердің топырағы, ұлпырған жасы, жері жүзі. Швецияның оңтүстігі, Трелеборг қаласы. Балтық теңізінің бірін-бірі қуған толқыны жағаға сығады. Жағалауда жайбарақат серуендеп Сайрагүл сауытпай жүреді. Сот құрамына бастапқыларыңыз бар ма? Қытайдың саяси лагерінен қашқан Сайрагүл шекара бұзып 2 жыл бұрын Қазақстанға өткен. Бірақ саяси баспананы атамекені емес, алыс Еуропадағы Швеция ұсынды. Біз Қазақстаннан басқа ештеңе талап еткен жоқпыз. Тек қана маған саяси баспана берсе, мен сонда енді балам, жолдасым барлық Қазақстан толыққан азаматтар ғой. Сонда біз өзіміздің өмірімізді сүреміз. Мен жерде басқа ештеңе сұраған жоқпын. Жұмыс сұраған жоқпын, үй сұраған жоқпын. Тұрмысымыз қанша қарапайым болғанмен, ол біздің өзіміздің жерімізге, аңсап жеткен жерімізде өмір сүру біз үшін үлкен бақыт болды. Енді ары қарай бір өзіміздің тіршілігімізді көретін едік. Сол сұраған, сол саяси баспанадан басқа ештеңе талап еткен жоқпын. Оны қанағаттандырмады. Қазақстан соты Сайрагүлді Қытайға қайтармады, бірақ саяси босқын деп те танымады. Мерзімін бірнеше рет ұзартуға болатын пана іздеуші дейтін 3 айға жарамды куәлік ұсынды. Оның да уақыты аяқталып, амалсыз Еуропаға асты. Америкада тұратын бір швед кісі ғой. Сол кісі мына неге келген кезінде, Швецияға келген кезінде хабарласты бізге. Мен осындай Швецияға келдім. Сол сендерді отбасыларыңмен көре келсем бола ма деп. Швецияға қош келдің Сайрагүл деп мақала жазған кісі да. Тұңғыш рет сондай. Ол кісі Америкада отырып менің Швецияға келгенімді көріп, сонда қатты қуанған ғой. Сол кезде бізге бір ауыз айтып жатыр. Мен сен дейді, осындай қиналған отбасын дейді, бір қазақ отбасын, менің мемлекетім дейді, менің мемлекетім. Сендерді осында қабылдап әкелгеніне мен швециялық болғаныма мақтанам деп айтты да. Сонда біз деген жерге кіріп кеттік. Шетелден босып келгендерге құшағы ашық швед үкіметі Сайрагүлдің шаңырағында жатсынбапты. Үй берген, ас суы мен керек жарағын мойнына алған. Оқылай. Бол балам. Отыра ғой, әкең қасына отыра бер. Қазақстан азаматтығына шықтыңыз ба? Шыққанбыз жоқ. Оны қайтарып сендерде болады деді. Өздерің еріктерің деді. Оны қайтаруға көңіл таппайды ғой. Балалардың да көңілі жарым. Ара-тұра көріп сипайды. Балалар жылап қалады ғой. Көріп сипа, бұдастырмен загранпаспорт қойды балалардың екеуінде. Оны алып қана олардан біз оны тапсырып тастаймыз десек, мүмкін жүректері ауырып жылап қалады. Әбден көнсін. Трелеборг шағын ғана қалашық болғанымен, мұндағы теңіз порты Еуропаға танымал. Балтық суын қақ жарып жүзген кемелер, жүкте, жолаушы да тасиды.
Сырттан келген адамға қала көшелерінің таза, жинақы екені бірден байқалады. Тұрғыны көп емес, 45 мыңға жуық. Коронавирус індетіне байланысты ма, көшеде бейсауат жүрген жан сирек. Жүздеген жылдық ғұмырын еске түсіретін тарихи орындары, аңыз әңгімелеріне сай мүсіндері қала келбетіне өзінше өң береді. Den minsta? Den är jag också. 250 och sånt. Men det är allt handgjort. Jag gör allt för hand. Ja, jag vet. Ja, det är mycket jobb. Det tar tid att göra. Ja, det behöver lång tid. Jag förstår. Så nu är det egentligen bara väva och då väver vi bara allting. Еуропаның дамыған елінде, бала шағасы мен жарының жанында жүрсе де, санадағы естелік ескірмеген. Қытайдың саяси лагерінде көргендері әлі күнге көз алдында. Әлі күнге дейін сол жерде өмір сүріп жатырмын. Мен ұмытуға тырысамын, бірақ ұмыта алмаймын. Әдетте бір журналистке сұхбат алып кеткеннен кейін мен негізі ауырып қаламын. Мен қайтадан соған барып қаламын, сол күндерге. Біз күнде сондай өлім мен өмір арасында жүреміз ол жерде. Мейлі мен, мейлі ол жерде қамылған адамдар болсын барлығымыз. Біз таңда тұрған кезде өзіміздің тірі екенімізді білеміз. Мен тағы тірі екенмін ғой деп солай ойлаймыз. Біз сондай жағдайда өмір сүрдік. Өте көп ауыр жағдайлар болды. Соның бір енді мен үшін өте ауыр. Қыздардың, әйелдердің жыныстық қорлыққа, зорлыққа ұшырауы. Бұл деген адам баласының жаны төзіп тұратындай. Мен білмеймін, бұған төзу өте қиын, және бұны ұмыту да өте қиын. Қытайда саяси лагер барын естіп жүрсе де, Сайрагүл ол жерге өзі баратынын алдын ала болжамапты. 2016 жылы күйеуіне еріп, балаларын алып Қазақстанға қоныс аудармақ болады. Бірақ Қытай билігі коммунистік партияға мүше адамды оңайлықпен жібере қойғысы келмей, шаңырақ екіге бөлінеді. Сайрагүлдің құжаттарын тартып алады. Уәлисләм балаларды ертіп Қазақстанға кетеді. Арада бірнеше ай өткенде белгісіз біреу Сайрагүлге қоңырау шалады. Жарым түнде телефон келді маған, бір неден, номерден. Енді мен телефонды алған кезде ар жағындағы адам мені мәлім бір мекен жайға барып тұрымды бұйырды. Дереу сол жерге барып тұрасың. Мен сұрадым, сіз кімсіз? Сонда мен ол жерге не үшін баруым керекпін? Ол адам айтты, артық сұрақ қоймауымды айтты. Және маған ертең дейді ғой, ертең таңертең ішкі Қытайға үйренуге барасың деді. Мен сол бойынша сонда бардым, сол номерге SMS жаздым, келдім деп. Кейін полициялар кеп алып кетті мені. Сонда мен алып кеткенде тағы ана несін қара неменемен қара қалта бар ғой, соны кигізіп басыма сондай алып жүрді өзімен. Ал мен ойладым, сонда мені бұлар қамаққа алып бара жатыр деп ойладым. Жоқ, бірден қамамаған. Алдымен оқу жаттығудан өткізген. Көп ұзатпай лагерде отырған ұйғыр, қазақ, тәжік, қырғызы бар жүздеген адамға Қытай тілін үйрететін міндет жүктеген. Сабақ өтіледі, онан кейін барып, үйренге оқығандарын қайталап үйренетін 2 сағат уақыты болады. Онан кейін мәжбүрлі түрде өздерінің жоқ қылмысын мойындап жазады. Әр күні жазады. Өзінің жоқ қылмысы бар ғой, соны артып қойған қылмысты мойындауға мәжбүрсің. Компартия жасасын, Ши Цзиньпин жасасын, мен жүңголық болғаныма, о жерде жүңголық деп айтады, жүңголық болғаныма, мен қытайлық болғаныма мақтанамын. Менің барымды да, жанымды да компартия берген. Сондай сөздер жазылған нелерді басымызға көтеріп сөз шурлап, соны 1000 рет, 2000 рет, 3000 рет айғайлап, қанша көп айтсаң сонша жақсы. 3 уақыт тамақ береді. Таңғы сағат 7-де таңғы тамақ, оның 12-ден 2-ге дейін түскі тамақ, кеште 6-дан 8-ге дейін кешкі тамақ. 3 уақыт тамақта
беретіні күріш суы менен бір тылым нан бір адамға беретіні. Бір шөміш күріштің суы менен бір тылым нан, немесе бір шөміш көктаттың суы менен бунан мома дейді Қытайда кішкене, содан бір тал, сол бір адамға берілетін сол. Саяси лагерді Қытай тәрбие орталығы деп атайды. Ондағылар кәсіп меңгеріп, тіл үйреніп шығатынын айтады. Шетел журналистерін шақырып алып, билеген, ойнап жүрген жастарды көрсетеді. Бұл Пекиннің Қытай саясатын сынағандарға қарсы жауабы, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының дерегі мен мәлімдемелерін терістеу тәсілі. Камера орнатылмаған қара үй өздері хиузы деп қояды деді, онан андай немен айтады. Қалай дейміз? Бір-біріне құпия түрде сондай айтады. Камера орнатылмағаннан кейін ол үйде жазаның түрлері қолданылады. Дәлел сыпат жоқ қой мысалға, ертеңгі күні. Өздері басып кіреді, алып шығып кетеді, сүріп алып шығып кетеді. Негізі біз сол қара үйден осындай құтқарыңдарды байғайлаған небір аянышты дауыстарды үнемі естиміз ол үйден. Қараңыз, алып кеткен адамдардың бір бөлігі қайтып келеді. Бір бөлігін қайтадан әкеп сүріп әкеп тастайды ғой, жазасы аяқтағаннан кейін. Ал бір бөлігі жоқ, келген жоқ сол бет қайта. Күлуге де жылауға да болмайды деген жерлері бар. Бұлар түрмедегі адамдардың орнын адамдарға тағы да жаңадан адам ұстап әкеліп толықтырып отырады. Сондай бір кезде көп адамды ұстап алып келді, жаңадан ұстап алып келді. Ұстап әкеп кіргізіп, тізіп қойып, кіргізіп жатқан адамдардың арасында бір апа болды. 84 жасқа келген апа. Ол кісіні таудағы мал бағып отырған жерінен жарым түнде барып үйінен ұстап алып келген ғой. Біздің апаларымыз етіктің сыртынан кәлешке еді ғой, қыста, ол қыс қой. Кәлешке, ол кісіні кәлешін киюге үлгертпеген. Міне сонда етігімен алып келген ғой. Үйдегі киіммен келген. Сонда қатты қорыққаны және мұздағаны қосылып кеткен. Өне бойы қалш-қалш етіп дірілдеп тұр. Сол кісі мені құшақтап, мені құтқар деп. Сондай мені құшақтап, мені құтқар деген сол бір жағдай үшін екеуміз де жасыландық. Мені қара үйге алып кетті. Сол қара бөлмені мен сол күні өз көзіммен көрдім. Жаза құралдары тізіліп қатар қойылған. Қара орындық, олар жолбарыс орындық деп айтады, қара орындық деп айтады. Төкті орындық қой. Анандай немен темірмен бір құрсалап қысып қойып бар, төкпен соқтыратын. Төк таяқ, каучук таяқ, жаза құралдарының әр түрлі. Және бір ұшы найза сияқты бір аспап емес енді, жаза құралы қойылған. Ол тықаратып қойып ана жерге. Сонда атым мен білмейтін ғой, алға жаза құрал. Сонда осындай найза формасында үшкір болып келген үш жағы. Ол жаза құралдарының кейбірінің мен атын да білмеймін тіпті. Көрдіңіз бе, қандай фашист, қандай өкімет. Оны ол жерге апарып жазаланудан бұрын ана жерде өзің аналарды көрген кезде өзіңде рухани жақтан белгілі бір дәрежеге келесің. Жақта қоян жүр. Қоян жүре береді. Менің балам да қоян. Қоян жүр. Бірат мен кірпінні көрдім. Қай жерден? Жерден. Қандай көрдім? Қытайдың көзімен қарағанда Сайрагүл сатқын, алаяқ, жалақор. Әлемнің ондаған тілінде ақпарат тарататын мемлекеттік арналары оны банктен несие алып қашып кеткен адам ретінде көрсетеді. Сайрагүлдің достарын, таныстарын сөйлетеді. Тіпті бірге туған әпке сіңілілеріне жамандатады. Олар мәжбүрлі түрде солай айтуға мәжбүр. Өйткені Қытай әрқандай жерде Қытай өкіметінің осындай әккі, алаяқ, қолдан бар нәрседі бар жалғандық жасай алатындығын бүкіл әлем біледі. Және мен өзім сол жақта топ өстім, мен әбден білемін. сондықтан ешқандай таңғалған жоқпын. 衰老过的时候，对吧？在出国之前一直和我们生活在一起，从来没有在招聘中心工作过，也没有被采取过详职所示。
更没有在招聘中心学习过，这些内容全部都是胡说八道。 Мысалы менің мына жердегі сөйлеп жатқан әпекемде ол кісі 2000 жылы үйленген кісі, өзінің отбасы бар, ол кісі басқа қалада тұрады. Мысалға біз бірге өмір сүрмейміз, өйткені өз алдымызға кеткенбіз, өз отбасымыз бар адамдарымыз. 他非法出国之前把自己的车子卖给了我，当时我自己工资卡贷款，然后给他给了45000元。然后他走了之后，他的车子也没有过户到我的名下，我现在钱财两空。 自己的贷款我还在还着呢，我一想到这个事情就特别生气，也心情也特别低落，也特别恨他。没想到他连自己的亲妹妹都不会放过。 Мына сөйлеп жатқан қыз мен сіңілім ғой, сонда анам менен сіңілім екеуі бірге тұрады ғой. Өйткені сіңілім үйленген жоқ. Сонда анам менен сол сіңілімді мен Қазақстанға қашып кеткеннен кейін Қытай үкіметі ұстап кетіпті деп естідім. Менің қашып кетуімді, о жерге істегенімді, басқалай басымнан өткен жағдайларды ол кісілер білмейді бәрібірде. Сондықтан менен ешқандай қатысы жоқ. Мен осы жерді босатсын деп, солай халықаралық ақпарат құралдарына айттым. Кейін және де осындай басқалар арқылы жеткен хабарға қарағанда 1 ай қамап шығартты деді біреулер, 3 ай қамап шығартты деді біреулер. Бірақ мен нақтылы ақпарат алған жоқпын. Мен ол кісілерді өзімнің бір немеме байланысты, ол кісілердің де басына бір қауіп төнуін қаламаймын. Өйткені Қытай туыс туғандар арқылы басқаларды бопсалауда алдына жан салмайтын өте әккі шебер халық. Сондықтан мен өзімнің кесірімді тигізгім келмейді. Мүмкін аман болса бір жақсы күндерде жолығатын шығармыз. Аман есен жүре берсінші деп ойлаймын. Сайрагүл 9 ағайынды. Бір ата-анадан 3 ұл 6 қыз туған. Әкесі ертеректе көз жұмған. Төркіні түгел Қытайда тұрып жатыр. Бауырлары мен әпке сіңлілері әр түрлі қызметте. Кейбірі мұғалім, дәрігер. Жары Уәли Ислам де 7 ағайынды. 6 бауырдың бәрі Қытайда. Сайрагүл де, Уәли де бір туғандарынан көптен бері хабар алмаған. Оларға тікелей хабарласу да қауіпті. Аңдудағы ағайын туысқа зиянымыз тие ме деп алаңдайды. Мен әрине туысқандарымды ойлаймын, бірақ олар аз адам. Ол жерде одан басқа қаншама халық қиналып жатыр. Мен бұларды ойлағанда, егер мен оларды ойласам, өзімді ғана ойласам, онда мен бұлай істемес едім. Бірақ мен олай істей алмаймын. Өйткені соншылықты жауыздықты көре тұра мен айтпасам онда менің кім болғанын, мен қалай өмір сүремін сонда. Тамақты жасап алдыма келгенде солар көз алдыма келеді. Ұйықтар алдында солар көз алдыма келеді. 1-2 сағат ұйықтасам, қайтадан концлагерьде өмір сүріп жатам. Мысалы. Сондықтан мен олардың дауысын жеткізуім керекпін. Оның барлығы күнәсіз адамдар. Мен олар үшін күрес жасау керекпін деп ойлаймын. Білмеймін қанша өмірім бар, Алла берген. Адам құқығын алдыға қоятын елдерде Сайрагүлдің орны бөлек. ақш мемлекеттік департаменті, халықаралық қауымдастық, Қытай коммунистік партиясының мұсылмандарды қудалау саясаты туралы алғаш Сайрагүлден білді деп мәлімдеді. 2020 жылы көктемде Вашингтонға шақырып, батыл әйел сыйлығын табыстады. Saragül Sapbay, born in the Ela Kazakh Autonomous Prefecture of Xinjiang and now living in Sweden, Saragül is being honored for her... Америкаға барып ол сыйлықты алған кезімде мен былай ойладым. Бұл менің жетістігім емес, бұл менің күресімнің басталғандығы. Сонда мен өзімнің иығымдағы жүктің ауырлап кеткендігін сезіндім, соны қолыма ұстап тұрған кезімде. An international response. Today we also honor Saray Saotabay, formerly a medical doctor. She was separated from her family, tortured, imprisoned, and faced execution because of her courage to simply speak the truth. She was one of the first victims to speak publicly about the Chinese Communist Party's
repression of Muslim minorities. She bravely provided accounts of Xinjiang's internment camps and continues to inspire other former detainees and family members to come forward and tell their stories to the world. Мен солардың жанарына қарасам, солардың үміті сөнген, өмірден торыққан сондай жанарлары маған, мен соған қараған кезде, бізді құтқарып алшы сен деп тұрған сияқты сезіледі маған. Мен әзір қайда қарасам сол көздер менің көз алдымда. Сондықтан мен қанша қиын болса да мен осы көздерді көргенде, осы көздерді ұмыта алмадым. Сондықтан мен солар үшін жұмыс жасауға тиістімін деп ойладым өзімді. Сондықтан қанша қиын болса да соларды құтқару үшін барымды саламын. Әлі күнге дейін сол жерде өмір сүріп жатырмын. Еуропаға келген 1,5 жылдың ішінде Сайрагүл кітап жазып үлгерді. Неміс жазушысы Александра Кавелиуспен бірігіп, негізгі куәгер атты еңбегін бастырды. Баяндаушы Сайрагүл, хатқа түсіруші Александра. Мен әсілі 4 кітап әкелгем. Бұл 2 кітапты тағы сұраныс бойынша 2 адамға салып жердім. 2 кітап қалған өзімде. Енді соның 1 кітабын сол Ханшайымға өз қолымменен бірінші бетіне хат қалдырып, ол кісіге 8 айдың 24 августтың 24 күні ол кісіге салып жібердім. Және ол кісіден осы мәселеге Қытайдағы осы қиналып жатқан Шығыс Түркістанның осы халқына енді аз да болса бір көмегі тима деген үмітпенен, енді ол кісі қалайда патшайым ғой енді, ол кісінің бір ауыз сөзі болса да бізге үлкен нәтиже деп ойладым. Сайрагүл қазір көп сапарлайды. Бұл сапар саяхат емес. Еуропа одағы аясындағы елдердің көбін көрді. Парламент мінберінде арнайы жиындарда Шыңжаңдағы жағдайды баяндады. Ресми тұлғалармен, адам құқығын қорғаушы ұйым өкілдерімен, түрлі белсенділермен кездесіп басынан кешкеннің бәрін өз аузымен айтып жүр. Енді ешкім Қытайды ақтап ала алмайды. Өйткені бұл шындық, бұл әлем бойынша мойындалып болды. Сайрагүл мен Уәли аптасына бірнеше сағат тіл үйренеді. Швед заңы солай, тіл білмеген адамды жұмысқа қабылдамайды. Ал оған дейін барлық шығын үкімет мойнында. Тілмен қатар кәсіп үйретеді. Кімнің қандай шаруаға икемі барын бағамдап, қай кәсіпті таңдаса, сол бағытқа салады. Енді тіл үйрену оңай емес. Әсіресе енді біз жастарға оқсамаймыз, және балалар тез қабылдайды екен. Ең алғаш келген кезде біз ата-аналар жиналысында аудармашы алдық. Ол кезде мектеппен сөйлесіп, балаларды мектепке түсірген кезде. Мен аудармашысыз болмады, мүмкіндік болмады, ол кезде біз білмейміз. Ал кейінгі оқу маусымынан бастап ата-аналар жиналысында мүмкіндік бар, аудармашы алмай сөйлесуге тырыстық. Соңғы аудармашы алмадық, сөйлестік. Енді ана күні барған кезде кейбір түсінбеген жерлерімізді балаларымыз қасымызда отырып, бізге түсіндіріп, біздің сөздерімізді оларға аударып беріп, солай. Енді ондай үлкен қиындықтар болған жоқ. Балалар қатты қабылдайды екен, балалар тілді жақсы үйренеді екен. Көптеген жағдайда а деп жазылған кейбір жерлерде а деп айтқанда да а деп айтасың. Швеция мен Қытай, Еуропа һәм Азия. Екі түрлі әлем, екі басқа өмір. Тау тасы көп Ақсу ауылы мен жан-жағын теңіз қоршаған Трелеборг табиғаты да ұқсамайды. Сайрагүл туған Ағаяз тауының бауырындағы самал да Балтық теңізін тулатып, толқындарын жағаға қарай қуатын желмен егіз емес. Халық, адам деген атау ғана ортақ демесеңіз, екі елдің таным түсінігі, мәдениеті, тұрмыс салты арасында айырмашылық көп.
демократиялы елдердегі, батыстағы елдердің осы халықтың өмір сүріп жатқаныменен менің қазіргі халықты салыстырып көріп, біздің халықтың өмірі не, мына өмір не, сонда бір неғысаң салыстырсаң, мүлдем олар адамның өмірін кешіп жатқан жоқ. Екі дүние ғой. Екі дүние, мүлдем ұқсамайтын екі дүние. Не бұл диктатура менен демократияның парқын. Жылай далмай қалады. Кетерін де жылай далмай қалады. Өскен жерін қимай кетіп барады.